Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен жаңа б дыбысын бастамас бұрын өткен сабақты қайталайық. Ал енді балалар, дыбыстарды не естиміз? Дұрыс айтасыңдар. Дыбысты құлақпен естиміз және айтамыз. Балалар, дыбыстар нешеге бөлінеді екен? Дұрыс айтасыңдар. Дыбыстар дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінеді екен. Балалар, әріптерді не істейміз? Әріптерді көзімізбен көреміз, оқимыз және жазады екенбіз. Балалар, мен сендерге қызықты жұмбақ жасырайын. Қызықтырып әркімді суда жүзер жалтаңдап, б әрпінен бастаған сол жәндіктің атын тап. Дұрыс айтасыңдар. Б әрпінен басталатын балық сөз екен. Қане балалар, балық сөзін буынға бөлейікші. Неше буын бар екен? 2 буын бар екен. Жарайсыңдар балалар. Б дыбысы қай жағында естіліп тұр? Балық. Алдында естіліп тұр екен балалар. Жарайсыңдар. Балалар, біз Б дыбысының бірінші тұрған баспа түрін білеміз және жазба түрін біледі екенбіз. Баспа түрінде жазуға бола ма екен? Әрине, болмайды екен. Біз тек қана әріптерді жазба түрінде жазамыз. Балалар, олай болса, Б әрпін ауада жазып болсақ, буынға бөл ойынын ойнайықшы. Қане, кім буынға бөледі екен? Балық. Жарайсыңдар. Балапан. Неше буын бар екен? 3 буын бар екен. Бақа. 2 буын бар екен. Жарайсыңдар. Бұл жерде Б әрпі сөздің алдында естіліп тұр екен. Балалар, біздің тағы да бір қызықты ойынымыз бар екен. Кім балықты аулайды? Сол адам сөзді оқып, буынға талдап, дыбыстық талдау жасайды екен. Қане, бәріміз ойынға кірісеміз. Сонымен балалар, енді біз әліппемізге қарайық. Әліппедегі бірінші суретке назар салайықшы балалар. Бұл жерде нені көріп тұрмыз? Атасы малдарына жем-шөбін беріп жатыр екен, ал немересі су беріп жатыр екен. Біз сиырды тамақтандырсақ, ол бізге не береді екен балалар? Бізге сүт береді екен, айран береді екен және құрт береді екен, балалар? Жарайсыңдар. Енді келесі суретке қарайық. Келесі суретте Мақсат пен Айгүл ботасы мен лағына тамақ беріп жатыр екен, балалар. Дұрыс айтасыңдар. Б әрпін балалар ермексаздан жасап көрсетіңдерші кәні маған. Ермексаздан жасап Б дыбысын жасауға болады екен. Қане, түйенің баласын не деп атаймыз, балалар? Бота деп атаймыз. Жарайсыңдар. Қане, бәріміз бірге Б дыбысын айтайықшы. Б. Б дыбысы қандай дыбыс екен, балалар? Дауыссыз дыбыс екен. Неге дауыссыз дыбыс? Себебі өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырайтын болса, ол дауыссыз дыбыс деп аталады екен. Ал енді балалар, мұнда тұрған сөздерді оқимыз. Бал, бала, баба, бата, бота, болат, арба, дорба. Қане балалар, енді мына сөздерді жатқа айтамыз. Бата берер атам бар, нар болатын ботам бар. Қане енді жылдан бірақ айтамыз. Бата берер атам бар, нар болатын ботам бар. Енді балалар, келесі суретке назар аударайықшы. Тас, дұрыс айтасыңдар. Сосын бақа. Екеуін қоссақ, балалар, қандай сөз шығады? Дұрыс айтасыңдар. Тасбақа деген сөз шығады екен. Бүгін үйге тапсырма, балалар. Сол тасбақа сөзіне дәптерге жазып, дыбыстық талдау жасап келеміз.
Қане балалар, қараңдаршы, алдарыңда буындар тұр. Қане оқуға дайындалайықшы. Ба, бо, бу, ба. Осы буындарды балалар әндетіп оқып келеміз. Тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар балалар.